Контекст есеп. Сандар теориясы. Сандар теориясы өте ертеде шыққан ежелгі ғылым. Оның іргесі ұлы грек математигі Евклидтің еңбектеріне қаланған. Сандарды жұп және тақ, жай және құрама, натурал, бүтін, рационал, нақты деп әр түрлі топтарға бөліп көрсетуге болады. Үш таңбалы натурал сандарға тоқталсақ. Олар 100-ден 999-ға дейінгі 999-ды қосалғандағы сандар. Бұл сандар арасынан цифрлар қайталанатын және қайталанбайтын әр түрлі сандарды кездестіруге болады. Сұраққа тоқталатын болсақ, осы сандар арасында 5-ке еселі қанша сан бар екенін табыңыз. Жалпы бізде 100-ден бастап 999-ға дейінгі 3 таңбалы сандарды қарастыру керек. Осылардың ішінде 5-ке еселі сан табу керек, Енді бұл жерде біз арифметикалық прогрессияны қолдансақ болады. Бізде ең бірінші санымыз ол 100-ге тең. Ал енді соңғы санымыз 5-ке бөлінетін, яғни 3 таңбалы сандардың ішінде ол 999 бөлінбейді. Сол себепті 995 болады, 995 5-ке бөлінеді. Ең соңғы сан және 5-ке еселі. Ал еселігіміз ол 5-ке тең. Енді арифметикалық прогрессияның формуласы AN тең болады A1 қосылған N азайтылған 1 көбейтілген D, AN деп отырғанымыз 995. A1 деп отырғанымыз 100. Бізге осы N табу керек. N азайтылған 1 көбейтілген 5 болады, Енді N азайтылған 1 көбейтілген 5, 995-тен 100 азайтсақ 895 қалады. N азайтылған 1, 895-ті 5-ке бөлейік, Мына жерде көбейтіп отырмын, жағалаудан өткенде бөлу болады. 895-ті 5-ке бөлетін болсақ, 1-ден береміз 5, 3 қалады 9 түседі, 7-ден береміз 7 5 35, 4 5 түседі, 9-дан беремін, 9 5 45. Сонда 179 сан, N дегеніміз сонда 179-ға 1-ді қоссақ 180 сан. Яғни 5-ке еселі 3 таңбалы 180 сан бар екен. Ондай жауап не? С жауабында тұр. Дұрыс жауап С, Келесі сұрақ. Осы сандар арасында қанша жұп сан бар екен табыңыз. Енді бізде 100-ден бастап 999-ға дейінгі сандардың ішінде қанша сан бар жалпы? Соны табу керек. Ол үшін 999-дан азайтамыз 100-ді. Яғни бұл жерде бір санды, яғни 999-ның өзін қамтымайды. Сол себепті қамту үшін оны қосамыз 1-ге, яғни 1-ді қосамыз. Сол кезде 999-ды қамтиды. Енді жалпы бізде 999-дан 100-ді алсақ 899, оған 1-ді қоссақ 900 сан бар екен. Жалпы 900 сан. 3 таңбалы сандардың ішінде 900 сан бар, Енді оның ішінде бізде жартысы тақ, жартысы жұп болады. Сол себепті 900-ді бөлеміз 2-ге. Яғни бізде 900-ді 2-ге бөлсек 450 сан, яғни жұп сан. Және де 450 сан, ол тақ сан. Енді дұрыс жауап мына жерде А варианты болады. Мына жерде қателесіп кеткен екен, С деп. Дұрыс жауап А жауап, А жауап. Келесі сұрақ. Осы сандар арасында соңы 6-ға аяқталатын қанша сан бар екен табыңыз. Яғни бізде 3 таңбалы сан бар, Енді мынандай классификатқа салайын. Бізде 6-ға аяқталу үшін соңы 6 деп тұру керек. Енді бұл жерде 6 деген цифр ғана тұрады. Ең соңында бір цифр ғана. Ал бізде мына 10-дық. 10-дықта бізде жалпы 0-ден бастап 9-ға дейін цифрлар тұра береді, Яғни 10 цифр тұрады. Бұл жерде 10 цифр тұра алады. Ал бірінші орында бізде мына жерде 0 деген сан тұра алмайды. Сол себепті бізде 1-ден бастап 9-ға дейінгі сандар тұрады. Ол жерде 9 сан бар. Жалпы 9 сан бар. Енді бізде осылардың көбейтіндісін алсақ, бізде соңы 6-ға аяқталатын 3 таңбалы сан шығады. 9-ға 10-ды көбейтсек 90, оған 1-ді көбейтсек 90, Жалпы 90 сан 6-ға аяқталады 3 таңбалы сандардан. Ондай жауап не? Д жауабында тұр. Дұрыс жауап Д. Келесі сұрақ. Осы сандар арасында 2 мен 3-ке, 5-ке сандардың тек екеуіне ғана бөлінетін және үшіншісіне бөлінбейтін неше сан бар екен табыңыз дейді. 2 мен 3-ке бөлінеді, бірақ бөлінбейді 5-ке. Бірінші жағдай бұл. Енді бізде екінші жағдай бар. 2 мен 5-ке бөлінеді, бірақ 3-ке бөлінбейтін жағдай. Тағы бір жағдай. 3-ке 5-ке бөлінеді, бірақ 2-ке бөлінбейтін жағдай.
Бұл жерде бізде осындай 3 жағдай бар. Сәйкесінше мына 2 мен 3-тің орнын алмаса береді. Яғни 2 еселі болса да ол 3-ке еселі бола береді. 5-ке еселі болса 2-ке еселі, 3-ке деп. Енді жеке-жеке есептейміз. Жалпы бізде бірден бастап 1000-ға дейін, яғни бірден бастап 999-ға дейін 2 мен 3-тің еселігі бізде, яғни 6-ға 2 мен 3-ке еселі, яғни ең кіші ортақ еселіктері 2 мен 3-тікі 6 болады, 6-ға еселі сандарды табамыз. 2 мен 3-ке еселі болу үшін. Екеуіне де бірдей еселі болу үшін. Онда біз мына 999 санды, яғни ол жерде 100-те қамтып кетті. Яғни оның ішінде бізде 6-ға еселі сандар табу. Яғни оны 6-ға бөлеміз. Және де біз оның ішінен 3 таңбалы дегендіктен 100-ге дейінгі сандардың еселігін 6-ға еселігі болатын сандарды алып тастаймыз. Яғни 100-ге дейінгі сан ол 99 сан бар, ол жерден 6-ға еселі сандарды алып тастаймыз. Енді алып тастайтын болсақ, 999-ды бөлеміз 6-ға. 6-ға бөлсек 1-ден береміз. 6, 3, 9 сөт, 6-дан берем. 36, 3, 9 сөт, 6-дан берем. 36, 30, 3 қалады. Яғни біз бүтін бөлшегін ғана аламыз. Ол жерде 166 сан 6-ға бөлінеді. Енді 99 санның ішінде 99-ды бөлеміз 6-ға. 1-ден берем. 1-ден берсем 6 бірім 6, 3, 9, 6-дан берем. 36, 0. Сонда 16 сан. Яғни 16 сан 6-ға еселі 3 таңбалы 6 сан. Яғни 166-дан 16 алсақ 150 сан 6-ға еселі болды. 3 таңбалы сандардың ішінде. Енді білеміз, бұл 2 мен 3-ке еселі болды. Бірақ енді 5-ке еселі болмас үшін не істейміз? Ол үшін 5 пен 6-ның еселігін табамыз. Ол бізде 30 деген сан шығады. Яғни 30. 5 пен 6-ға еселі 30. Бірақ біз оны 3-ші санға еселі болмас үшін, яғни 5-ке еселі болмас үшін 30-ға еселі сандарды алып тастаймыз осылардың ішінен. Сонда оны қалай есептейміз? 999-ды бағантағындай 30-ға бөлеміз. Және оның ішінен 100-ге бөлінетін 30-ға 1-ден бастап 100-ге дейінгі сандардың ішіне 30-ға бөлінетін сандарды алып тастаймыз. 900-ді 999 30-ға бөлсек бізде 330, яғни 999-ды 30-ға бөлетін болсақ 3-тен береміз, және де 3-тен береміз. 33 сан бар. Одан 99-дың ішінде, яғни 1-ден бастап 100-ге дейінгі 30-ға бөлінетін сандардың ішінде 3 сан бар. Жалпы 30 сан 3 таңбалы 30-тан 30-ға еселі. Сонда бізде жалпы 150 6-ға еселі сан бар. Оның ішінде 30-ға да еселі сан бар. 16 тастасақ, сонда 120 сан 2 мен 3-ке еселі, бірақ 5-ке еселі болмайтын санды табамыз. 120 сан. Бұл бірінші жағдайдың жауабы ғана. Енді 2 мен 5-ке еселі сан табу керек. 2 мен 5-ке ол ең кіші ортақ еселіктері 10 болады. 10-ға еселі сандар табу керек. 10-ға еселі сандарды, яғни 999-ды бөлеміз 10-ға. Азайтамыз, 99-ды бөлеміз 10-ға. 999-ды 10-ға бөлсек, бізде 99 деген сан шығады. Одан 9-ды алып тастаймыз. Сол кезде 99-ды 10-ға бөлсек, 9 деген сан шығады. Бүтін сандарын аламыз деді. 90 сан бар. Біз бағанда енді жалпы 2 мен 5-тікі 10 болды. 10 мен 3-тің еселігі ол 30 болады. Біз мына жерде 30-дікін есептеп қойдық. 30-діктің ішінде 30 сан 30-ға еселі, Одан 90-нан 30-ды азайтамыз. Себебі 2 мен 5-ке еселі, бірақ 3-ке еселі болмау керек. Яғни 3-ке еселі болмас үшін 60 сан 3 таңбалы 60 сан 2 мен 5-ке еселі, бірақ 3-ке еселі болмайтын сандар. 60 сан бар екен. Келесі үшінші жағдайымыз 3 мен 5-ке еселі, ең кіші ортақ еселіктер 15 болады, Оның ішінде 2-ке еселі болмас үшін, яғни 30-ға еселі болмау керек. Енді 15-ке еселі сандар табайық. 999-ды бөлеміз 15-ке. Яғни 1000 санның ішінде 15-ке бөлінетін сандар, және де оның ішінен 100-ге бөлінетін 100-ге дейінгі 15-ке бөлінетін сандарды алып тастаймыз, Мынау 1000-ға дейінгі 15-ке бөлінетін сандар, соның ішінен 100-ге дейінгі 15-ке бөлінетін сандарды алып тастаймыз. Себебі бізде 3 таңбалы сандарды ғана есептеңдер деген. Сол себепті. Енді 999-ды бөлеміз 15-ке. 6-тан берсек, 6 5 30, 6 бөлім 6, шойменен 9 болады, 90. 9-ға тағы 9 түседі. 6-тан берем. 90 болады. 9 6 қалады. Бүтін бөлігін аламыз дедік, 66.
Енді 99-ды бөлейік 15-ке. Ол кезде бізде 6 деген жауап шығады. 9 сан, 9 қалды қалады, 6. Сонда 60 сан, яғни 15-ке 3 еселі 3 таңбасындар ішінде 60 сан бар. Енді 60 саннан біз 30-ға еселемесін алып тастау, 30-ға еселелерін алып тастау керекпіз. Яғни бізде үшінші жағдайымызда 3 пен 5-ке еселі болып, бірақ 2-ге еселі болмау керек. 2-ге еселі болмау үшін 30-ға еселесін алып тастаймыз. Сонда 60-тан алып тастасақ, 30 сан 3 пен 5-ке еселі, 2-ге еселемес болады. Енді бізге мына шыққан мына 3 жауапты қосамыз. 120 қосылған, 30 қосылған, 60. Барлығын қосатын болсақ, 30-ға 60 қоссақ, 90, 90-ға 120 қоссақ, 210 сан. Яғни 210 сан 2, 3, 5 сандарының екеуіне еселі, үшіншісіне еселі болмайтын сандар. 210 сан бар екен. Ондай жауап не? С жауабында тұр. Дұрыс жауап С, иә? Келесі соңғы сұрағымыз. Осы сандар арасында 3-ке немесе 4-ке бөлінетін қанша сан бар екен табыңыз. Бұны да қазіргінде есептейміз. Жалпы 3-ке бөлінетін сандар, жалпы 1000 санның ішінде 3-ке бөлінетін сандар, оның ішінде 100-ге дейінгі 3-ке бөлінетін сандарды алып тастаймыз. 999 3-ке бөлетін болсақ, 333 сан шығады. Одан 33-ті алып тастасақ, жалпы 300 деген сан шығады. 300 дегеніміз ол 3 таңбалы сандардың ішінде 3-ке бөлінетін 300 сан бар, иә? Дәл солай 4-тікін есептейміз. 4-тікін есептеген кезде 999-ды бөлеміз 4-ке. 2-ден берем 8, 1, 9, 4-тен берем 16 болады. 3 қалады, 9, 9-дан берем 4, 9, 36 болады. 3 қалады. Бүтін бөлігін алсақ 249 болады. Енді 99 дәл солай 4-ке бөліп шығамыз. 2-ден берем 8, 1, 9, 4-тен берем 4, 4, 16 болады. 3 қалады. 24. Яғни 4-ке еселі 249-дан 24 алсақ 225 деген сан шығады. Яғни 225 сан 3 таңбалы санның ішінде 225 сан 4-ке еселі. Бұл жерде мына сұрағында енді елестететін болсақ, оқитын болсақ, осы сандар арасында 3-ке немесе 4-ке бөлінетін. 3-ке немесе 4-ке. Бірақ екеуіне де бөлініп кетпеу керек. Онда 3 пен 4-тің ең кіші ортақ еселігін табамыз. 3 пен 4-тің ең кіші ортақ еселігі, яғни 3 пен 4-тің ол 12 болады, иә? Яғни сонда бізге 3-ке немесе 4-ке бөліну үшін 12 еселі сандарды алып тастау керекпіз. 3 таңбалы сандардың ішінде. Дәл солай 12-ді есептеп шығамыз. 1000 санның ішінде 12-ке бөлінетін, және де одан 100-ге дейінгі сандардың 12-ке бөлінетін алып тастаймыз. 999-ды бөлеміз 12-ке. Бұл жерде 8-ден берем 96 болады. 2, 8, 16, 8 бөлім 8, 1 мен 9. 96-ны алсақ 3, 9 түседі. Қайтадан мен 3-тен берем. 3, 2, 6, 3, 1, 3, 36, 3 қалды. Бүтін бөлігі 83. Енді 99-ды 12-ке бөлеміз. 99-ды 12-ке бөлсек, 8-ден берем 96 шығады. Бүтін бөлігі 8. 83-тен 8-ді алатын болсақ, 75 сан. Яғни 3 таңбалы сандардың ішінде 12-ке бөлінетін 75 сан бар. Енді біз есептейміз. Немесе дегендіктен, 3-ке немесе 4-ке дегендіктен, немесе дегендіктен біз 3-ке бөлінетіндерді 300 сан бар екен. 4-ке бөлінетіндер 225 сан бар екен. Одан 3 пен немесе 4-ке. 3 пен 4-ке бөлінетін 75 санды алып тастаймыз, иә? Мынау тек қана 3-ке, мынау тек қана, мынау 3-ке және 4-ке, мынау 3-ке және 4-ке бөлінетін, ал мынау 3 пен 4-тің ортақ еселіктері. Жалпы тек қана 3 пен 4-ке, тек қана 3-ке, тек қана 4-ке еселі болатын сандар табу үшін 75-ті азайттық, иә? Енді 225-тен 75-ті алсақ, бізде 150 деген сан. 150-ді 3-ке қоссақ, бізде 450 сан 3-ке немесе 4-ке еселі 450 сан бар 3 таңбалы сандардың ішінде. Ондай жауап Д жауабында тұр екен, иә? Д жауап, дұрыс жауап Д. Осымен контекст есепті талдауымыз аяқталды. Сау болыңыздар.